Сен білесің бе, намаз оқымайтын, бірақ ораза ұстайтын адамның оразасы дұрыс. Иә, дұрыс. Құранда Аллах Тағала: "Я аyyuhallazina аману кутиба алейкумуссияму кама кутибаллазина мин qablihim лааллакум таттақун." Ей иман келтіргендер, сендерге ораза парыз етілді, бұрынғыларға парыз етілген сияқты, бәлкім сендер тақуалыққа жетесіңдер дейді. Хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Кім Алла үшін ораза ұстаса, ва катабалаху аджруху ва ғуфиралаху зунубаху" дейді. Ол адамның сауабы жазылады және те күнәлары кешіріледі дейді. Ғалымдардың айтуынша, ас-сауму тазкияту лил қулуб, ораза ол жүректі тазартушы деп келтіреді. Көпшілік ғалымдардың айтуынша, وَمَنْ لَمْ يَقِنْ بِالْأَوَّلَ لَا تُبْطِلُ الثَّانِيَ, бір парызды орындамау екінші парызды жарамсыз етпейді дейді. Сол себепті намаз оқымай ораза ұстаған болса, ол адамның оразасы дұрыс деп есептеледі.